Вот, мына жерде лапкалар бар екен. Алды. Бабу ішкіштер. Достар, мына қызды киіндіру керек, смотрите. Достар, енді бізде распаковка осы пакет. Я на Пиндудо видела осындай штуку. Достар, міне біз барған жер осы Сауыр деген, короче, достар, біз бүгін канцелярия алуға, короче, мектепке керектің бәрін алып жүрміз. Мына жерде разный стикер, ручка, мындай с запахом, типа маркер ма, это типа грамоты. Біздің тележка, кстати, о, смотрите, достар, лапка. Бүгін Айшасыз келдік. О, лапкалар, что у меня еще слайм ба. Вот, мына жерде лапкалар бар екен. Вау. Мына жерде слайм ба, тағы көбіктер. Мына жерде адам көп екен. Сумка, тағы сол нелер, ручка. Мына жерде осындай ручка бар екен. Қараңдар. Там такие классные. Сосын корзинамды көрсетеміз. Вау. Мына жерде салып көргім келеді. Ой. А как это все өшіреміз енді? Ну ладно. Ой. А как писать-то? Ой, жазылмайды кетсін шығарды. Вот. Біздің корзина, кстати, мына жерде тұр. Ал, мен влог түсіріп жатырмын. Міне, достар. Вот, достар. Мына жерде мынандай заттар. Біздің корзиналарымыз. О, мына акварельки. Көп заттар бар екен, еще арзан. Вам покажите, что здесь есть. Что это? Не ванил. Не надо. О, куколки. Мам, что у вас в руках? Точилка. И обложка. Салып қойсаңызшы, ананы алып келin, салып қоямын. Окей. Достар, мамаларымыздың бетін көрсетіңіз десеңіздер, өте көп лайк жинаңыздар. Міне, мына жерде біздің заттар, шарик. Кстати, достар, ертең влог күтіңіздер. 22 тамыз Маликаның туған күні. Вау, осылай. Мыналардың бағалары мына жерде. Мындайлар 585 теңге дейді. Бұл не бірақ? Сол қарындаштар ғой деймін. Сосын 400 теңгеге тоже. Міне өте көптеген түрлер. Міне шариктары бар. Осындайларды қазір аламыз ау. Міне Малика бізде 18-ге толады. Ондай наполнитель айта алмай қалдым ғой қасқа. Шапочка. Вот. Свеча бар екен. Каскеттік. Міне достар, мына жерде өте көптеген ұштағыштардың түрлері бар. Қазір сіздерге самый прикольныйсын көрсетем, күтіңіздер. Міне ол стиралка. Мындай. На шетінде, короче, ұштағыш. Вот, ойбай. Что-то камера. Вот, ұштағыш. Мына жермен мусор төгетін. Станок не открывается. Ой, мынау ашылмайды. А вот ашылды. Сосын ал мынаның төбе жағында пластик. Осындай. Осы ұштағыш білмеймін, бір 380 теңге екен. Там камера қуып жатыр. Вот. Достар, міне мына жерде самый прикольный стиралка, точилкалар. Қараңыздар. Мына жерде өшіргіші де бар. Блин, брузим. А вот міне.
сосын астын ашсақ бізде ұштайтын ұштағыш болады. Ой, камера дұрыс болмай жатыр. Вот осындай болады. Достар, қараңыздар, мына жерде өте прикольный ұштағыштар бар. Мына жерін ашсақ бізде ұштағыш болады. Мына жерінен мусор төгетін, вот. Ал бұл жерде бізде өшіргіш. Вот. Күшті, иә? Осының бағасы 380 теңге. 380 ғой деймін, камерам қуып жатыр. Міне разный түрлері бар. Мынандай телефончик та бар. Мынандай телефоннан осындайды айналдырасың ба? Әйтеуір осындай бір нәрсе істейсің. Лабубу түрлері де көп. Міне. Это лабубу, кстати. Лабубу, достар. Вот. О, бұл не бізде? Өшіргіш па? Вау. Прям күшті екен мынандай. Мына жерде өте көптен разный вещилар бар. Вау, мынау 415 теңге екен. Еще лабубу осындай өшіргіштер. Нифига себе. Осылай. Достар, мына жерде тағы мынандай түрлері бар. Ема. Осылай. Вот. Мынандай бетке істейтіндер, пенал, дәптерлер көрсетейік. Мына жерде дәптерлердің түрі. Достар, сосын біз форма алдық. Распаковка үйге барғанда істейміз. Ух ты, раскраска манау. Мен кішкентай кезімде осындай раскраскалар миллиард болған. Маған мамам всегда алып беретін. Осындай разный мультиктар. Эльза, Анна. О, лол. Бізде лол да болды, бәрі болды. Не тағы не бар? Мына жерде Барби. Такое. О, вот еще. Мә өзіме раскраска алғым келіп кетті. Міне. Мына жерде біздің көк туымыз. Тағы не бар? Мына жерде осындай калькулятор. Доп. О, мына штукен соны маған білмейді. Күшті, ашықты біреу істеп жатыр. Ладно. Вау. Мынандай наклейкалар кайф қой. Достар, мына қызды киіндіру керек. Смотрите. Очень много чего. Тағы мынандай бар екен. Бірақ маған қатты ұнайтын мына қызды киіндіру. Маған разный киімдер. Менде осындай да болады. Менде көп нәрсе болған, достар. Біз қазір жүрміз. Мына жерде еще мынандай нелер бар. Надпистар, там шариктар, подарочно всякие. Осылай. Там штуки. Ну, если что, саур. Да, мам, вроде саур, да? Как саур, да? Саур деген жер. Барқолканың қасында. Бағана ана бала киіп тұрды ғой. Не деп? Типа, келіндер деше. Мам, давай маған кигізіңіз, мен өзімді көрсетемін потом. Мына жерде еще мындай очкилер бар. Прям күшті. Өзім, если что, фотомды қалдырып кетемін. Прям күшті, но сырға сияқты екен. Мен қолым тренировкадан кейін. О, еще мынандай маскалар есть. Прикольно. Давайте-ки көрейікші. Көреміз. Ағандай. Сфотойте, достар. Менен стикер жасаймыз. Осындай. Блин, мамам кетіп қалды. Най, де. Най. Әдемі ба? Достар, лайк басып, комментарий жазамыз. О. Не, достар. Кім білет комментарийға жазамыз. Не нау? Просто что-то. Наверхта жатыр, ладно. Жатай берсін сол жерде. Я на Пиндудо видела осындай штуку.
мына жақта күшті екен. Өте көп заттар бар. Мынандай алатын едім, бірақ мен кішкентай ше. Мен тоймаймын суға. Өкінішке орай. Мына жақта еще духи. Понюхайте, достар. Если честно, не очень андай бір дешевый сияқты пахнет етеді. А жерде еще мындай. О май гад. Кімге осындай нелер ұнайды? Еще мынандайлар бар. Мынандай бар. Мынау милашка ғой. Прям, что еще? Мен бір нәрсе құлатайын дедім. Мынандай кім алатын еді, достар? Лично мынандай алмайтын едім енді. Дәу ғой. Настолько дәу, но жирно будет бір адамға. Вот, достар, мы кладем уже вот. Ойбай, нам бәрін қалай таскать етеміз ма? Мен сумкам забита. Вот. В принципе, осындай жер. Достар, мне біз барған жер осы Сауыр деген, короче, осы жер. Адрес какой, мам? Ленин, что-то такое, да? Ленинск. Короче, мне мынандай заттармен осы жерде тұрмыз енді. Аспан күшті болып тұр. О, давай, истіп каз, достар. Бізде фейл, что-то фейл. Сәлем, достар. Бүгін біз өзімізге қандай канцелярия және де сабаққа қандай алғанымызды сіздерге көрсететін боламыз. Мұндай өте канцелярия, өте күшті заттар. Аяқта осындай обложкалар, өте көп ауыр. Оны барлығын видеода көре жатарсыздар. Сол үшін до конца қараңыздар. Және де лайк жазып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бізде параллельно осындай день рождения болады. Оны сіздер келесі влогта көре жатарсыздар. Өте күшті, прям қызықты шықты. Я надеюсь, сіздерге понравится. Прям күшті біз анда тамақтар, вообще өздеріңіз көресіздер. Короче, давайте ең бірінші самый такой прям күшті заттардан бастайық. Вот, конечно, бізде канцелярия. Так, давайте. Самый прям такой очень красивый. Это бір, екі, үш. Смотрите, какие красивые линейки. Да, и розовый, и фиолетовый, и желтый бар, еще такие. Қазақша сөйле еще. Короче, нан аттарын білмеймін, оны қалдым. Сызғыш. Жоқ, мынау жануарлар. Капибара. Қайдағы? Капибара это. А это аю. Жоқ. Аю отыр партада. Достар, қараңыздар. Мына жақта мен еще оператор болып отырмын, Фатима. Короче, біз ең бірінші часть осындай заттар болады. А если екінші часть түсіреміз, білмейміз, анандай формалармен, только формаларды в общем. Короче, осындай линейка біріншісі, анандай розовый, желтый, розовый, фиолетовый. Достар, егер де біздің формамызды көргілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетеміз. Просмотрмен лайк жинаңыздар. Өте күшті формалдығы енді күшті, прям көргілеріңіз келсе, лайк басып комментарий жазамыз. Ең бірінші сызғыш, потом вертолет, фломастеры, қараңдар. Бұны бізге, кстати, Сауырдан подарка берді, вот Айшаға. Чё? Я, да, типа, мне покупка жасасам, подарок. О, нифига себе. Күшті, думаю. Қазақша сөйле. Короче, осындай мынандай фломастеры. Дальше коробка ручкалар, мынандай гелевый ма, вроде бы сөйтіп айтылады. Ашамыз ба? Дайте ашып көрсетейік сіздерге. О, көп қоймалар. Ау, қараңыздар. Давайте. О, реально, ман, осындай ручкалар өте қатты ұнайды. Прям әдемі. Короче, все, закрываем. Прям күшті екен. Мне самому нравятся такие гелевые ручка, прям кайф. Прям. Так, дальше. Қазір соңында самый күшті көресіздер ғой. В общем, осындай фломастер, бұл бізге емес, біздің старший сестрамыздікі. Тем более, оның туған күні болады, уже 18 толып кетті уже. Короче, осындай фломастер. Дальше.
потом көресіздер. Циркуль, бірінші циркуль осындай жасыл. У нас съемки вообще-то. Короче, осындай циркуль. Опять циркуль осындай синий. Карандаш такие красивые, смотрите. Прям видно, что они такие прям светлые. Аж көрейік па? Так. Ух, прям күшті ғой. Ладно. 12 цвет бар екен, 12 карандаш. Так, ну, самый базовый заттар это клей. Осындай екі тоненький прям. Уф. Короче. Сосын осындай 4 замазка. Такие же цветы, как у линейки. Вот, карандаш розовый, желтый, и мындай фиолетовый болса, клейинг, что ли. Қазақша айтсай, сары. Короче, Көк. такие красивые. Қазақша сөйлеш. Кішкентай, короче. Енді самый күшті точилкалар. Это бірінші точилка ол, бір. Достар, Екі. лайк басамыз. Да? Айшаға. Дайте 5 секунд санаймыз, дайте. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Надеюсь, достар, сіздер біздің каналға тіп келдіңіздер. Короче, 1, 2, 3. Ол осындай мынандай домалақ. Бұл бізге там... Үлкен әпкемізге. Я, старший. Мына ең бірінші точилка. Ұстап тұрасында жаба салсын. Все. И потом на жағында уже өшіресің. Короче, енді өте күшті ол. 1, 2, 3. Такие красивые. Надо өте деп қараңыздар, стиральная машина. Мына типа мусорлар шығарасың, можно и вот так вот. О, мына өшіргіш, қараңыздар. Бұл бізде розовый цветі. Еще, так, на я өшіргіш. И все тоже мусор шығады. Еще и битен уже точилка. Прям кайф. Сондай 3 штук, да. Так, кайф. Ойбай, тұршы помы. Короче, мне и мне. Мне кажется, мне фиолетовый все-таки. Фарка-марки. Первое это готово. Мне достар, чтобы вы понимали, осындай заттар. Енді бізде тағы бір пакет бар. Пока стоп. Айша вернется через... Достар, енді бізде распаковка осы пакетка. Короче, давайте. Бірінші ол обложка дәптерлерге арналған осындай обложкалар. Сосын мынандай қаптар тоже. Қанша бұл... Білмеймін, вроде тоже дәптерлерге. И осындай әлі көп қараңыздар. Көп прям. Как вы понимали, прям. Енді маған қатты ұнаған, мен даже айтқан мамаға, ол осындай қалың дәптерлер, қараңыздар. Вау. Это не все еще. Мынандай Астананың суретімен бар. Короче, мында тоже их очень много. Қараңыздар. Вау, кайф. Кстати, сіздер, достар, білмесеңіздер, мен 7-ші классқа көшем. Қараңыздар. Фокус. Ох. Короче, және де достар, сіздерге айта кетейін, егер сіздер менің өз каналым болғанын қаласаңыздар, то лайк, комментке жаза кетіңіздер. Либо болмаса мен осы аккаунтта, короче, Фатима екеуміз жүргізе береміз. Точнее, Фатиманың өзі. Если сіздер там активный, там комментария жазып, там лайктар көп болатса, мен өз каналымды ашамын. В общем, давайте енді келесі пакет. Так, мыналарды салайық. Фатима что-то ергіп отыр, мында шариктарды маған кидайсың. Короче, уф, көп қойында.
Короче, давайте енді мына обложка кітаптарға, мындай кітаптарға тоже кітаптарға. Это что? Ух, мынаны көрмедім ғой. Қызық ғой. Мен өзіме даже қызық. Это каптар. Такие самые базовые каптар. У всех такие же есть. Очень прям палка прям күшті достар. Егер лайк баспасаңыздар, түнде келіп ұрамыз десе, өтірік шутим. Лайк баспасаңыздар. Лайк басамыз сол үшін достар. Нет, Айша шынымен үйлеріңізді тауып келіп, сіздерді именно вот сен қарап отырсың ба, сені келіп та ұрып тастаймыз дейді. Как она обращается с вами? Ладно, достар, если что, мы вас любим. Мы вас всех любим. Давайте это прям соңғы пакет. Достар, және де егер сіздер қатты активно болсаңыздар, біз розыгрыштар істеуіміз мүмкін. Өте көптеген либо сладость, либо что-то такое. Вот солай. Сол үшін де достар активно боламыз. Так, бірінші, я не знаю, зачем такие пакеты. Достар, және де айта кететін жайт, бізге барлық активно подписчиктар көрінеді. Кім біздің каналымызды қарайды, кім қарамайды, кім лайк басады, кім лайк баспайды, біз бәрін көріп отырамыз. Және де мен уже активный подписчиктар білемін, так что сіздерге скоро, наверное, подарка беруіміз мүмкін. Сол үшін де біздің контентті үзбей қараймыз. Активныйларды прям біз көріп, сіздер бүкіл комментарияларыңызды оқимыз, прям бүкіліндікін. И вот, сол енді біз сыйлық тарататын шығармыз сіздерге. Аяқта мысық не істеп жүр. Қолыңызды берме. Камераға көрсетші оны. Он меня любит. Я его мама. Келе ғой. Құлаватырларын жүйре салайын. Осы кет қалды. Оның құйрығын Фатима басты. Анау ренжіп қалды Фатимаға. Достар, если что, анау гризлиға не реклама, ол бізге төбе. Короче, это Дастархан, Канцелярияда Дастархан жүр. Ох, смотрите, какой Дастархан. Реально не буду. Бітті Айша пакеттер. Соң пакет қалды. Бірінші ол осындай альбом, мне кажется, для меня. О, для меня? Вау, авокадо. Смотрите, обычный альбом. Айша, жақынырақ қойықшы, а то что-то странно. Ох, мынандай пакет, ойбай, қандайғы пакет, мынандай қалыңдап жүр. Мен бір рет осындай қалыңдап жүр 6 сыныпта арнағам. Ана бәрі қалыңдап жүр ма? Шығарасаш бұл? Қазір бір ай қалған кезде мектеп бітуіне. Вот осыны қолданған математика. Знаете, мен уже математикада біз көп жазамыз да 200 есептен. Осындай бүкіліне жазып, знаете, это было ужас. Капец, математика. Осында енді өте көп. Капец, шығармай қойын, не? Короче, дайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 штук екен. 9 штук. Мынандай пакеттар, не знаю для чего. Короче, айтқандай бізде параллельно, вот айтып қой, туған күн не істеп жатыр, болды, біз уже туған күн өтіп кетті, біз түсіріп, осы видеолар біздің уже өзіміздің анау видеоларымызда тұр. Енді сіздер кішкене вот активный болсаңыздар, ол келесі блогта уже шығады, и сіздер көре аласыздар. Анда өте қызық болды, прям күшті. Біз тамақ, там гүл, онда уже өздеріңіз көресіздер. Это было классно. Торт алдық еще. Енді өздеріңіз көресіздер. Короче, біздің осыны днем рождениялар еще көп болып кетті. Апамыздікі, старший сестра. Енді келесі вот сентябрьда мамамыздікі болады. Тоже обязательно снимем. Влог болады. В общем, күшті болады. Бұйырса, иншалла, все. И менің туған күнім, знаете, когда? Ладно. Айтпай қойын, е? Ладно, апрель.
сами угадайте. Он алып жапайын. Короче, если хотите, чтобы аккаунт было, то, Айшам басы шарик. Айшам басы шарик. пожалуйста, активный болыңыздар. Вот, Усла, еще давай я сфотоюте. Все. Короче, вот, активный болыңыздар, розыгрыш, сыйлықтар сіздерге күтіп. Кстати, комментке жазыңыздаршы енді қандай там влогтар түсірейік, там аквапарк дегенде жазыңыздар, пожалуйста. Сонда біз барамыз сіздерге снимем. Күшті болады. Солай, достар, Айша уже ұйқысы келіп отыр ма немене бәле, өйткені достар біз уже туған күн тойлап, үйіміздің бәрі шарик болып жатыр. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелеміз. Және де келесі влогта обязательно қараңыздар, себебі өте қызықты болып, суши, бургер, Айтпа болды сіздер көреді. Короче, пожалуйста, комментарийға жазыңыздар. Или же комментарий закрыты болуы мүмкін. Сол үшін достар лайк бассаңыздар да болады. Если кім лайк басады, это значит, что они хотят в аквапарк. Вот. Значит, мы пойдем. Все, достар, осы сіздерде бактускул ма? Бактускул ұнаса. Короче, ұнаса, лайк басып, тіркеліңіздер, пожалуйста. Сонда прям біздіге сіздердің нелеріңіз өте керек, типа Қолдау, поддержкаларыңыз, прям кайф. Так что мы вас любим. Сол. Так, блин, не айтсам. Все, всем пока, достар. Мы вас любим. Кім лайк баспайды, соны кеп Нет, неправда. Все, ладно, всем пока. Еще жап камераны.